Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын айналамызға жағымды көңіл күй сыйлайық. Біз қазақтың баласы, сәлем сөздің анасы. Зетпенен біздер де сәлем бердік сіздерге. Кел балалар күлейік, күлкіменен түлейік. Күлкі көңіл ашады, күліп өмір сүрейік. Балалар, сіздерге жұмбақ шешкен ұнай ма? Ендеше жұмбақтарды мұқият тыңдайық. Уақытты өлшеп санап, таппайды бір тағат. Бұл не сонда? Дұрыс айтасыңдар, сағат. Жартысы жадыратып нұр себеді, қалғаны қарамақпал бүркенеді. Дұрыс таптыңыздар, күн мен түн. Топпен жұмыс. Бұл жерде сіздер мәтін бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Сонымен қатар мәтіннің соңын болжайсыздар. Балалар, үйге қандай тапсырма берілген еді? Дұрыс, Ертай Ақышевтың түскі тамақ өлеңін жатқа айту. Жарайсыңдар. Енді сіздермен керме жіп әдісін пайдалана отырып, жаңа тақырыпты болжап көрейік. Ол үшін төменде көрсетілген сұрақтарға жауап бере отырып, артындағы жасырынған әріптерді ашайық. Бүгінгі танысқалы отырған тақырыбымыз Жолтай Әлмашевтың күн тәртібі әңгімесі. Балалар, күн тәртібі дегенді қалай түсінесіздер? Араларыңызда күн тәртібімен жүретіндеріңіз бар ма? Жолтай Әлмашұлы 1957 жылы 14 ақпанда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында дүниеге келген. Біздің команда күн тәртібі, найзашың, қызыр қойған Түркістан, қасиетті мекендегі қала, пенде мен періште, жеті жебе, ел мен елес, тоғыз тұңғиық, Әуезов пен Майлин, Әбу Насыр Фараби, Абыз Ахмет Яссауи секілді әңгімелер мен хикаяттар, тарихи эсселер жазған. Ендігі кезекте күн тәртібі туралы айтылған ұлылар сөзіне назар аударайық. Дем алғың келсе, уақытыңды рәсуа етпе. Франклин. Күн тәртібі мен еңбек, денсаулық кепілі. Павлов. Бұл сөздер уақыт елегінен өткен дана сөздер. Ендеше әркез ойымызда ұстап, басшылыққа алып отырайық. Жіппен жұмыс. Уақытты дұрыс пайдаланып жүрсің бе? Сен бос уақытыңды қалай өткізесің сұрақтары бойынша әңгімелесеміз. Бұл тапсырмада кестені толтырасыздар, шығарманың құрылымын анықтайсыздар. Шығарманың композициясы, сюжеттің басталуы, дамуы, сюжеттің аяқталуы. Төртінші тапсырма дәптермен жұмыс. Берілген мақалдардың ішінен бүгінгі тақырыпқа сәйкес келетін мақалды анықтап, дәптеріңе жазып ал. Мәтінді рөлге бөліп оқиық. Қолыңыздағы есіміңіз жазылған стикерді, егер тақырыпты толық түсінген болсаңыз, толық айға, жартылай ғана түсінген болсаңыз, жарты айға, аздап қана түсінген болсаңыз, жаңа туған айға жапсырыңыз.